Ал қайырлы күн, бүгін бізде копилка ашу күні. Аниса мен Мирас бір ай бойы осылай ақша жинаған. Қазір соны ашамыз, кімде қанша жиналды екен. Сосын бүгін не істейміз, қайда барамыз? Ойыншық алуға. Өздерін жоспарлаған. Фут машинка алам. Мен бөбеге арналған коляска, бөбесен ұшақ. Айтасың? Бірден айтасың ба? Қанша уақыт жинадың? Мынандай. 10 күн жинадың ба? 20 күн. Ақшаны кім беріп отырды сендерге? Әкем. Не үшін беріп отырды? Екіні ойыншық жиналсын. Ойыншық алу үшін. Қандай еңбектерің үшін сендерге күнде ақша беріп отырды? Мен саттығыз асам кезде әкесі маған ақша берді. Мен сабақты күшті оқығаннан кейін берді. Үйде көмекші болып, әркім өзінің киімдерін жинап, тәртіпті болып. Күнде зата келген соң сразу алып көтняға тасимыз ғой. Жақсы. Ал енді ашамыз ба? Ал Аниса ашады, бірінші Анисянкін ашайық. Ал Аниса копилкасын ашып жатыр. Ішінде қағаз ақша да бар екен, новый ақшалар да бар екен. Тиындар бар. Ал Мираста өзінікін төгіп жатыр, кәні. Кәні. Қағаз ақша да бар, тиын ақша да бар Мирастікінің ішінде. Кәні Анисяда қазір санайым. Ал Анисяның тиын ақшалары және қағаз ақшаларын санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, яғни 10.000 теңге. 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, қағаз ақшаң 15.000. Так, 15.000, 16.000, 17.000, 17.200. Ал енді Мирастікін санайық, кәнекей. Так, Мираста 13.750 теңге шықты. Ойыншық сатуға. Ойыншық сатып алатын жерге келдік. Міне Балбөбектен Астанада осындай дүкен ойыншық сататын автобар, розничный осындай дүкен бар. Бүгін жауынды күн болып тұр. Біз жауынды күнге қарамастан енді копилканы ашқаннан кейін келдік, ал кіреміз. Екі корзинка болды. Осы жағынан бастаймыз ба? Бірнеше ряд енді осылай. Қалқан құлақ банан аты қалай етті? Чебурашка. Чебурашка. Қалқан құлағын атты ма саған? Екінші қатарға кеттік. Ал екінші қатарды қарап шығамыз. Екеуі шешіне бастады что-то. Шешініп кірісейін деді Аниса. Мирас, мынандай машина бар екен. Лабубу машинка бар ма? Лабубу машинка набор. Мирас ондай қызықпайды ол. Мән, өзі кетіп қалды. Колясканы қақпайды ғой, корзинаны. Иә, енді өз жинаған ақшаңа өзің аласың. Мирас мынандай машинаға бар, қара. Мынандай тіркеп алатыны бар. Қара. Күшті ғой дөу. Мен сенің картаны төлейтін кезде мен беріп саған картаны төлеп. Осыны аласың ба? Мынандай машина бар екен. Қайсысы жынды машина? Мән қара, Мирас. Өзің мініп алуға болады ғой машинкаға. Ақ жақта таңға. Мынау күшті ғой. Өздері ақылдасып отыр. Мен айтам сезімге. Мынау Мирастан қара. Мынаның ішінде неше машинка бар, мынаны қара, вертолет. Целый КамАЗ ғой, мынаны қара, бүйтіп ашылады. Шет кәні. Онда үйде бар ғой, Аниса. Мынандай үйде болды ғой, бізде дәу машина. Мирас дөңгелегі сынып қалды. Мында аласың? Дөңгелегі корзиналарын сүйреп әлі жүр екен ойланып. Иә, ондай бар бізде. Мынау ше, мынау үстіндегін қара, Мирас.
Мынадан бүйтіп айналып жүреді. Қарамайды ондайға. Ондайға қарамайды Мирас. Мына есіктері бәрі ашылады деп көрсетіп жатыр. Машина сияқты ғой? Иә, Мирас қара, тура әкешің машина сияқты. Міне пульті бар. Зарядтақ қоясың. Пульті бар. Иә, міне шетінде тұр. Кәні, міне пульті бар екен. Зарядтайтын андай қылып, андай қылып зарядтаймын. Міне қара, осы бар. Көлемі қандай дәу. Үлкен ғой. Мына машина міне бағасы 14 мың теңге екен. Как раз жетіп тұр ғой Мирастың ақшасы. Вау, мынандай пойыз бар екен міне. Мынандай пойыз қалай Мирас? Мирас, сен гаражы бар машина керек деп жүрдің ғой. Сондай ше, сондай қарақта. Үйде бар ғой. Машина. Толып жатыр осындай машинкалар. Бір машинада пульті болады. Мынау уже алып алдың, ма? Иә, соны. Қай машина алып тұрмын? 14 мың машинасы. Болды онда сен Мирас бір машина аласың онда. Конструкторлар мынаның бәрі құрайтын құрастырғыштар. Мынандай да домик бар екен, е? Кішкентай домик. Саған кер жоқ бұндай бірақ. Ойбо, Анисияның таңдаған қуыршақ. Қан не бар дейтін ішінде? Көзін жабады екен. Көзін жабады, ұға, көзін жабады. Не дейді? Лепечу деген не ол? Жылайды деген сөз ма? Сосын су ішеді екен. Дәретке барады екен. Шомылдыруға болады екен. Елу звук шығарады екен. Ойбо, Анисияның таңдаған қуыршақ. Қан не бар дейтін ішінде? Көзін жабады екен. Көзін жабады, ұға, көзін жабады. Не дейді? Лепечу деген не ол? Жылайды деген сөз ма? Сосын су ішеді екен. Дәретке барады екен. Шомылдыруға болады екен. Елу звук шығарады екен. Қоя қарайынша. Өзің жинаған ақшасын алды. Енді көбірек жинайсың ба, Анися? Чегіңді ала қой. Чегіңді ал. Чегіңді ал, аха. Неше таңдағансың, Мирас, сен? 3 түрлі машинка келді ма сенің ақшаңа? Сонда. Қанша жинап едің сен, Мирас, а? Біз төлемін жасап жүр. Болдық саудамыз жасап біттік осымен, тамам. Чекті апарамыз қазан жеге тексеріп атыран аға. Тексердім деген печат қойып береді. Оғанға дейін мұнаны түсіре тұрайын. Жаңа жыл басталып кетті қоя жүрді. Ау. Анашым қада, неше? Солға болып тұр ма? Пистолет сияқты нәрсе екен кәні. Пистолет сияқты. Тексеріп алдық, болды. Кән шашы бар ма? Шашы бар. Үйіп алдық кән. Жарықта кіріп, қараңғыда шығып атырмыз. Қазір уже жабылады. Біз енді шықтық. Таңдап жүргеннің өзіне 1 сағат уақыт кетіп қапты. Так, енді артына бәрін салайық. Алға заттарымызды. Әке, сезім, сартына түсе сал. Ойыншықтарың құтты болсын. Әнесе? Ана қойды, асалат. Қазір үйге барып жақсылап ойнаймыз, я? Қазір енді бір жерге барып шай ішейік, я? Асылауды, достар. Достар ашылады деп қойын. Дұрыстан. Осында кітаптары жиналған жерге шай ішуге келдік. Шай заказ беріп қойдық. Кісілер кітап алып апты. Қандай кітап? Бәрін тізіп қойып жүр бағанағы сатып алған ойыншықтардың бәрін осылай. Солдың үстіне. Әнесе.
Әнсе қуыршағын мен орамалмен орап қойып да. Мен печенье жеп отырмын. Мына жақта фотосессия отыр. Ойбой, мына кісі фотоға түсіп отыр. Әнсе, печенье дәмді ме екен? Тағы да екеу, осындай печенье ма? Мына менің кофем. Қазір тәттім келеді. Тәттімен кофе ішкім келіп тұр. Мына жақтағы кісі чай с лимоном ішеді. Мынаның бөпесі қайда? Мынаның бөпесі қайда? Канбирас, ач кітабыңа қарап. Мына 10 айырмашылықта тәтті. Тегістіған жоқ, но тегісті. Сосын тағы не бар? Қарап ал жақсы. Тағы да. Қарабасын қазір тауғасын айса. Өз тауғасын. Мынандай жоқ, мынандай. Мынандай жоқ, мынандай жоқ. Мынандай. Болды біз шайымызды, тәттімізді жеп, шайларын ішіп, екеуі шаршап. Әнсе жатып қапты қуыршағын алып. Үй жаққа келе жатырмыз. Тұрын қарашын. Ойыншықтарын түгендеп жатыр. Болды, біз үй жаққа келдік. Сезімді бір түсіріп қойын. Мынау жаңа шай ішкеннен қалған пирогымыз қимай салып алдық. 3 түрлі машинка алып, енді түгендеп жүр соны. Біреуі қайда дейді. Өзімізше әдейі біреуін машинаға қалдырып кете тұрайық деп едік. Болмай қалды. Планымыз іске аспай қалды. Осы ма? Түгендеп тұр соны. 3 коробка болу керектін деп. Айнса деген асығыс. Коляскамды жазып, қуыршағым салып ойнағым кеп тұр деп. Сөйтіп біз жеткенше түн батты міне. Таңертең сабақ енді. Уф, деп шаршап. Адамдары бар, гаражы бар. Тұрын қараш. Я буду. Не? Солша? О, Танисаның коляскасын құрап берді әкесі. Қан көрсетші, Таниса не бар? Міне қуыршағы бар. Астына көрпе сап береміз, я? Бәрі розовый екен, қыз бала екен ғой, қыз. Это сумочкасы бар екен. Астында осы салатыны бар. Дөңгелектері үлкен. Биік екен. Күшті. Әнсе ризасын ба? Тағы да ақша жинайсың ба енді? Екі ай ақша жинайтын болды енді. Осы жолы 1 ай жинады. Ито оның өзінде күнде емес, я? Арасына күн салып, күнде арасына күн салып ақша жинап отырды. Өзінің несіне тәртібіне байланысты, орындаған тапсырмаларына байланысты әкесі ақша беріп отырды. Содан жинаған ақшасына міне алды. Ал Мирастың ойыншықтарының бірін түсірейік. Нау осындай құрастырғыштар, я. Еще тұр, Қазір бірінші анадан бастаймыз. Бірінші негізінен бастаймыз. Достар, күнде тәтті жібергенше копилкаға ақша жинаңыздар. Біз сияқты. Күнде тапты деген. Біздің каналға тіркеліп лайк басып, комментарийға жазып кетіңіздер. Біз келгенше сау болыңыздар.